Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы телефонмен сөйлесу мәдениеті. Қазір өзін телефонсыз елестете алмайтын адам көп. Ал сол жан серігіңізге айналған құрылғыны қолдану тәртібін білесіз бе? Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда да телефонға дұрыс жауап бере білу мәдениетті талап етеді. Сөз атасы сәлем. Біреуге қоңырау шалғанда алдымен амандасыңыз. Бейтаныс болса өзіңізді таныстырыңыз. Содан кейін ғана хабарласып шаруаңызды айтуға болады. Алло, қайырлы күн. Алло, добрый день. Мырзаны бола ма? Можно господина? Мен сөйлесейін деп едім. Я хотел бы поговорить. Сіз номерді дұрыс термедіңіз. Вы не туда попали. Сізді тыңдап тұрмын. Слушаю вас. Оны кім сұрап тұр? Кто его спрашивает? Бұл. Это говорит? Сәл күте тұрыңыз. Подождите минуточку. Ол бос емес, сіз кейінірек телефон соға аласыз ба? Он занят. Вы можете позвонить попозже? Сізді телефонға шақырады. Вас приглашают к телефону. Мен сізді нашар естіп тұрмын. Я вас плохо слышу. Түсінбедім, сіз не дедіңіз? Не понял, что вы сказали? Оған не айтайын? Что ему передать? Ол маған телефон соқсыншы. Пусть он мне позвонит. Мен өзім тағы хабарласармын. Я еще позвоню. Қашан хабарласуға болады? Когда можно позвонить? Сіз оның ұялы телефонын білесіз бе? Вы знаете его сотовый телефон? Телефон номерін жазып алайыншы. Давайте я запишу номер телефона. Сіздің хабарласуыңызды күтемін. Буду ждать вашего звонка. Басшы жиналыста. Руководитель на собрании. Қандай сұрақпен хабарласып тұрсыз? По какому поводу вы звоните? Кешіріңіз, қазір маманды шақырамын. Извините, сейчас позову специалиста. Құрметті тыңдаушылар, келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.